Ағайын салмақтың барлығы жұбайыңыз бен сіз жақта ғой, өзіңіздің сүт кенжелеріңіз. Қазір енді үш ұйықтаса да түсіңізге кірмеген шығар, осылай мазарына келіп құран бағыштаймын деп. Балаңызға не айтқыңыз келеді? Балам, анасы берген ақ сүтіне ризамыз. Осы уақытқа дейін біз бұны еркелеттік па десек, получается наоборот, ол бізді 19 жыл еркелетіп өтіп кетті. Біз бұны еркелеттік па десек, қайта ол бізді еркелетіпті. Өзі ақ көңіл, қарапайым жігіт еді. Не бір қиыншылықтардан өттік, ауырды, сырғақтады. Операция болды, бәрінен өттік, бәріне көндік. Енді бәрі жазылып, күліп, жанымызда арамызда жүрген екен. Кім біліпті бүйтіп. Жұмыстан келдім, бала қайда дедім, баняға кетті деді. Моншадан келгеннен кейін тамақты жеріміз онда деп күттік оны. Звондаған кезімізде ол, міне шықтым, келіп жатырмын деді. 15 минутте боламын деді, папа деді. Сол ең соңғы сөйлеген сөзі. Мәйіт үйге келді ғой. Сол кезде сіз көре алдыңыз ба? Көрдім. Көре алатындай жағдай ма екен, әлде таныдыңыз ба ұлыңызды? Енді баланы таныдым ғой, бірақ өз перзентің, өз балаң болған екен, аяғына кішкене тікен кірсе де жаның шығады. Бұл жерде денесін ашқан кезде 15 жерінен пышақтап тастаған баланы, бастарын жарып тастаған, шекелерінің сүйектері кіріп кеткен, теріс түр сүйек жоқ. Осының барлығы не үшін сонда? Ақша үшін ба? Ол маған қараңғы ғой, не үшін екен. Ондай айуандыққа адам баратынына. Ол адам баласы ғой, соны істеген нәрсе. Ит қаубасы айтар еді, ит қой, иттің істейді деп. Адам баласы істеп отыр ғой бұны. Таниды бұны. Үйімізді, әулетімізді таниды. Бірге араласып жүрген балалар. Нан ауыз тиіп, шай ішіп жүрген балалар ғой үйге кіріп. Жаңағы сот үстінде мотив деген бар ғой. Мотиві қандай болуы мүмкін? Мотив бұларды просто, менің ойымша, жастығын пайдаланып, қорқытқан, может, алдаған, амалын тауып, бұлардан жалғыз мен баламнан емес, 4-5 баладан ақша алдырған бұлар. Бермеймін дегендерді қорқытқан, ұрған жағдайлар бар деп, кейін уже кластастары жаназадан кейін келіп айтып жатыр. Сол кезде айтқаным, мен сол кезде неужели біреуің шығып бүйтіп прямой бетіне айтасың онда да, кеп ата-аналар бар, ағаларың бар, нағып айтпадыңдар, мынандай қылып жатыр мыналар. Қалай біз жүреміз, қалай біз жұмыс істейміз деп, көшеге шығуға қорқыватырмыз деп, нағып айтпайсыңдар десем, бәрі жерге қарайды. До такой степени оларды қорқытып, алдап па білмеймін енді. 4-5 жерден займы бар, кредиті бар, соның бәрі келіп төленбеді деп, бүгіннің өзі звондап тұр біреу. 5 күн болды, уплатаның уақытынан өтіп кетті деді. Шырағым дедім, сен уплатаң тұра тұр, мен балам жетсін 40-ын беріп алайын. Кейін мен қарызын өзім төлеймін дедім. Ол мен парызым. Кейін хабарласамыз дедім. Кешір деп, олды өшіріп телефон. Ол біз біліп атқанымыз, білмегеніміз қанша әлі. Ана класстас балаларды Шымкентке дейін апарып сояқта да алдырған жайлары бар екен. Мысалы. Ал ол бізге, папа маған бір тиын бересіз ба? Шымкентке барып, балалармен отырып қайтып, қыдырып қайтайық деген ек деді. Намаз оқып жүрген балаға ол жаман нәрсеге жұмсайды деп, мен өзім оқып ойым бармайды еді оған. Пожалуйста, бала шағадан аямайсың ғой. Басқа балалардың алдында кем болып қалмасын деп, бересің ақшасын. Барып кел балаға. Возраст сондай өзі. Қыдырады, жүреді. Балдармен жүргісі келеді. Тем более класстастарының көбісі армияға кетіп қалған, оқуға кетіп қалған. Мерде қасқыр өзі сияқты 2-3 оқыған шығар дедім да. Барып кел. Бұл диагноз болғаннан кейін бара алмады әскерге. Иә, жаңағы инвалидность берді ғой сразу. Екінші группадағы инвалид. Руслан аға, енді сізді қинамайыншы, балаңыздың несінің моласының алдында отырмыз ғой. Не айтасыз, не сұрайсыз елден? Қазір енді осы сіздің сөзіңізді, Асқар тау әкенің сөзін күллі ел көреді. Мен сұрайтыным ақиқат ашылады ғой, ерте кеш. Осыны істеген қылмыскерлер өзінің мойындағанын бәрін жазасын тартсын. Енді президент бар, ішкі министрлері бар, жаңа органдары бар.
Оларга көрүнгөн нерсе бизге көрүнбөйдү баары бир. Олар билетін нерсени биз да биле бермейбиз. Бирок солардан суранатыным, буну жасаган адамдар жазасын тартсын. По полной программе тартсын. Onu aşın mal edi koy деп, болмаса біреудің итеді деп итерлеп тастайтын ол жататын бала жоқ. Нәрестем мен балам. Кішкентай кенже балам өзім. Заң енді мен бірінші очередь заңға сеніп тұрмын. Әділеттік болатынына. Справедливый сот болатынына. Білмеймін өзімде. Ұлыңыздың әруағы жай табу үшін әділеттік орнау керек. Орнау керек. Және дәл осы тағдырды, тауқыметті күллі келіп көру керек. Ішінде жастары бар, ата-аналары бар, барлығы сабақ алу керек. Ең бастысы құзырлы орган тиісті нәтижесін шығару керек. Және біз оған атсалысамыз.